1001 сырқатқа шипасы бар лимон. Пайдасы мен зияны қатар жүретін дәрілерден көрі қолда бар табиғи емнің тиімділігі жөнінде қазір көп айтылады. Алтын түстес жұдырықтай ғана цитрусты бұл өсімдік біріншіден кез келген адамға қолжетімді, екіншіден одан үй жағдайында да түрлі ауруларға қарсы емдік тұнбалар мен қайнатпа жасауға болады. Арзан, оңай әрі зиянсыз табиғи бұл емді сіз де жасай аласыз. Жоғары қан қысымы. Қазір қан қысымы жастарды да жиі мазалайтын болған. Көп адам мұны қалыпты жағдай ретінде қабылдап дәрігерге бара бермейді. Ал жоғары қан қысымы өте қауіпті екені белгілі. Кейде ойламаған жерден көтерілген кезде не істеуге болады? Онда лимонды осы тәсіл бойынша пайдаланып көріңіз. Қабығынан тазартылған лимондарды ет тартқыштан өткізіп, алынған сұйықтыққа лимон шырынын қосыңыз. Жақсылап араластырып, үстінен минералды суды қойыңыз. Бұл қоспаны бір стаканнан күніне 3 реттен 10 күн ішіп отырыңыз. Бұл тұнбаны дайындау үшін сізге 2 ірі лимон, 1 литр лимон шырыны, жарты литр минералды су керек. Ұйқысыздық. Жүйке жүйесі ауруларына шалдыққан жандар көбіне ұйықтай алмай, басы ауырып, ашушаңдық пайда болып, тез шаршап қалатындықтары байқалады. Дәрігерге көрініп, жүйелі түрде емделмесе, бұл аурудан айығу оңай емес. Дегенмен, көңіл күйіңізді әп-сәтте жайландырып, жүйкеңізді тыныштандыруға лимоннан жасалынған мына дәрінің септігі тиері сөзсіз. Ол үшін 1 стакан лимон шырыны, 2 ас қасық бал және грек жаңғағы қажет. Дайындау тәсілі: бал мен лимон шырынын жақсылап араластырып, оған ұнтақталған жаңғақты қосыңыз. Бұл қоспаның 1 ас қасығын күн сайын ұйқыға жатардан алдын ішсеңіз, ұйқыңыз қалпына келеді. Асқазан ауруы, яғни гастрит кезінде. Қазір асқазаны ауырмайтын адам аз. Оны емдеу үшін диета сақтау қажет. Лимонмен емдеуде диетаны дұрыс ұстағанда ғана жақсы әсер береді. Ол үшін 1 лимон, 1 литр түймедағының календуланың тұндырылған қайнатпасы, 3 ас қасық бал қажет. Дайындау тәсілі: лимон шырынын сығып, оған бал мен түймедағының тұнбасын құйып араластырыңыз. Дайын болған қоспаны күн сайын ас ішерден 30 минут бұрын 2-3 қасықтан 3 мезгіл ішесіз. Мұндай емнің жанама әсері жоқ. Қайта лимон тыныс органдарының ауруларына, ауа арқылы таралатын вирустық инфекцияларға, жұқпалы сырқаттарда, тері ауруларына, жүрек қан тамыры және жүйке жүйесі ауруларына, эндокриндік және асқазан ішек ауруларына зат алмасу процесі бұзылыстарында таптырмас ем бола алады. Лимонның емдік қасиеті туралы ойыңыз, пікіріңіз болса, шипасын көрген болсаңыз, комментарияға жазып кетуіңізді өтінемін.